саламатсыздарбы балалар? Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз айтыс өнері. Тақырыбымыздың мақсаты айтыс өнері жайлы білу. Ал балалар, бізде бүгін жаңа сөздер айтыс, шаһар, шілдехана. Ал біз айтыс жайлы білеміз бе? Айтыс дегеніміз не? Ақындар домбырамен айтысады. Ой, жарайсың тағы да. Айтыстың 7 түрі бар. Ой, керемет. Аян. Айтыстарда бұрынғы ақындарымыз, неше түрлі ақындарымыз айтысқан. Ой, керемет. Тағы да. Айтыста біздің ата-бабаларымыз өмірге тартқан. Керемет. Жарайсың балалар. Сол алыс жаққа базарға келіп сататын жер. Керемет. Тағы да. Кім біледі, не біледі? Шаһар жайлы. Шаһар дегеніміз қала. Қаланы шаһар деп атайды. Ал жақсы. Шілдехана. Айтамын. Анасы мен оның анасы бөпені бесікке салған кезі. Жұмбақ айтыс, бәтік айтыс, өлмен тірін айтыс, жануар мен иесін айтыс. Осы күнгі айтыс, салтанат айтыс, жар айтыс. Айтыс деген өлеңнің майданындай сынға тілді болмайды. Найза қылмай, берекесіз қылып, сөздің жұғымы жоқ. Іріген салақ айын айранында нәрлі сөзін нұрланып бой балқытсын. Азанғы қой сүтінің айранындай. Домбыраның құлағы, мал домбыраның мойны, ана домбыраның денесі. Мынау до, мынау ре, ми, фа, сол, ля. Мынау ля, мынау ля. Мынау си, до. Өнеріндерде бос домбырамен айтысады. Балалар, бізде топқа бөлінеміз. Топқа бізде бүгінгі айтыс өнері болғандықтан тақырыбымыз. Айтыс өнерінде қандай болу керек? Өте тапқыр, өте білгір болу керек. Өйткені жан жақтама өзін көптеп дамытып, осындай білгірлігі мен тапқырлығымен айтыс өнеріне шығып, ақындар өзінің барлық білгенін паш етеді екен. Және барша елімізде болып жатқан мәліметтерді шешеді сол жерде. Ал кәне тапқырлар, білгірлер тобына бөлінеміз. Балалар, бүгін бізде кәне топ ережесіне топқа бөлініп алдық. Топтың ережесі қандай екен? Оқимыз. Тыңдай білу, ұйымшыл болу, қол көтеру, бір-бірімізге көмек беру. Балалар, бірінші тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырмада сөйлемдерді оқы, бос орынға сөздерді қой. Бізде керекті сөздер сыйлық, халық, шаһар, айтыс. Өте жақсы. Ал бізде жаңа бірінші тапсырманың біріншісін орындаймыз. Кәне барлықтарымыз дәптермен жұмыс жасаймыз, балалар. Дәптермен жұмыс жасаймыз. Бізде сергіту сәтіне көңіл толқыны күйін тыңдап дем аламыз. Ал Сұлтан тартамай. Екі тапсырма беріледі, топтық жұмыс жасаймыз. Төртінші тапсырма сөйлемдерді дұрыс немесе бұрыс екендігін айтамыз және қағазға түсіреміз. Ал екінші топқа тапқырларға мәндес сөздерді тауып айт. Алтыншы тапсырманы орындаймыз. Мәндес сөздерді тауып параққа жазамыз. Сендерге қазір ақпараттарды беремін, соған түсіресіңдер. Ата-баба, арғы ата, танымал, атақты, шаһар, қала, жылдам, тез. Екінші сөйлем дұрыс емес, үшінші сөйлем дұрыс, төртінші сөйлем дұрыс. Тақырыбымызды қорытындылай келе, көгершіндердің хаттарындағы сұрақ-жауаптар арқылы қорытындылаймыз.
Ал көгершінде айтыстың түрлері туралы сұрапты ма? Ал қане айтыстың түрлері туралы білдің ба? Қандай түрлерін білдің? Айтыстың түрлері жұмбақ айтыс, кейін бәдір айтыс, өлмен түрін айтысы, жануар мен иесінің айтысы, осы күн. Бізде кері байланыс данышпан үкі. Ал қане кім қалай түсінді? Мынау үкілерге жапсырамыз қолдарымыздағы стикерлерді. Өте жақсы түсіндім дегеніне жасыл стикер жапсырамыз, жақсы түсіндім дегеніне қызыл стикер жапсырамыз, әлі де іздену керек деген үкіге сары стикерді жапсырып шығамыз. Кәне өзімізді кері байланыс берейік. Сұлтан, сен қалай түсіндің? Кәне көре ғой. Мен өте жақсы түсіндім. Өте жақсы түсінді біздің Сұлтан. Жарайсың, керемет, өте тамаша. Бүгінгі қазақ тілі пәнінен айтыс өнері атты ашық сабаққа белсенді қатысқаны үшін Шүкірбай Айсұлтанды мадақтаймын. Керемет. Өте жақсы түсіндім. Тамаша. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырма 113 беттегі 7-ші тапсырма. Сұлтанның орнына өзіңді қой, айтыс қалай өткені туралы айтып бер. Үйде дайындалып келеміз, иә? Иә.